аударыспақ бұл ат үстіндегі күрес, бұған да өте төзімді, шыдамды палуандар керек та. Енді күші басым адам тартып жатқан уақытта белі шыдамайтын адам ол аттың ар жағын бері қарай секіріп шығып жататын жағдайлар болады. Кейде аттың көмегі көп болып жатады. Соған тиянақты дайындалған палуан, шыңдалған епшіл палуан болса, ол үлкен жеңістерге жетеді ғой. Аударыспақ енді қай жағымен мысалға социальный сет дейміз, мысалға солменен көрсетіліп жатса, біздің аударыспағымыз, ел чемпионатымыз көрсетіліп жатса, ол әрине оның қазіргі жастардың бәрі енді көрген нәрсеге құмартатын, қызығатындары көп қой. Артынан еріп шығатын палуандарымыз да көп болар, құдай қаласа. Енді көбінесе осы насихат қой. Жарнама болса, одан палуандарым шыға береді. Өйткені қазақ ат үстінен алыс емес қой. Кез келген қазақта